Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте керемет таңғы асқа арналған тойымды әрі тез дайын болатын іске базар дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге бір дана осындай булкадан қажет болады. Оны 4 бөлікке дәл осы видеодағыдай бөліп аламыз. Енді бөлінген нандарымыздың үстіне қоятын салмаларын дайындаймыз. Ол үшін бізге колбаса қажет болады. Колбасаны дәл осы видеодағыдай дөңгелекке тураласаңыз да болады, немесе өз қалауыңыз бойынша ұсақтап тураласаңыздар да болады. Бізге салмасына колбасадан бөлек тұздалған қияр, сәбіз салатын және де қызанақ, сыр қосса болады. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ұнатқан салмаларыңызды салсаңыздар болады. Бірақ мен дәл осы видеодағыдай салмаларды салып жасадым. Барлық салмаларын дәл осы видеодағыдай немесе өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайластырып. Барлығын турап болған соң соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық майонез және де 3 ас қасық осындай кетчуп қажет болады. Олар екеуін жақсылап араластырып, нанның бетіне осылай жағып шығамыз. Соусты жағып болған соң аздап бірінші қабатына осылай аздап сыр сеуіп жібердім. Ол өте дәмді болып шығады, осылай сеуіп жесеңіздер. Кезекпен осылай салмаларын салып шыға бересіздер. Және ең соңында үстіне осылай сырды теркадан өткізіп молынан осылай салып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің ыстық тіске басарларымыз әп-сәтте дайын болып шықты. Қыздар, ыстықтай күйінде жеуге кеңес беремін. Өте қытырлақ әрі сырлары ағып тұрады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Және де видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Осы рецепті дайындап балаларыңызды және жанұяңызды қуанта беріңіз.